Pankek diğerini sizlerin dırış көтерілмесе дұрыс шықпаса, осы рецепті көріңіздер. Осы видеода 3 құпиясымен бөлісемін. Видеоны ең соңына дейін көріңіздер. Ыдысқа 2 бананымызы езіп аламыз. Жұмыртқа саламыз. Екеуін бірге араластырамыз. Бірінші құпия жылы айран құямыз. Сұйық май құямыз. Қопсытқыш саламыз. Шекер саламыз. Араластырамыз. ұн саламыз. Араластырамыз. Екінші құпия көп араластыруға болмайды. Панкегіміз сағыз сияқты болып қалады. Үшінші құпия бетін 5 минут жауып қоямыз. Табамызды майламаймыз. Оттың астын жай қойып пісіреміз. Бетінде көпіршіктер шыққанда аударамыз. Көргендеріңізге рахмет. Сіздерге панкек ұнады ма?